Баршаңызға сәлем. Шеберлік каналына қош келдіңіздер. Егер сіздер осындай бас киімді тоқып үйренгілеріңіз келсе, соңына дейін бірге болыңыздар. Бұл бас киім 54-ші размерге арналған. Екі түрлі жіпті түсті дегенде екеуінің ұқсастығын табуға тырыстым. Мына бас киімнен қалған жіп, мынау ғана мындай пофиг деп айтылады ғой, сондай жіп, негізгі жіп, яғни мына жердегі. Және де кәдімгі Alize Lana Gold. Alize Lana Gold деген жіптен екі моток кетті, яғни мынадан біреу, және де қосымшасынан біреу кетті. Крючок номер 5-ші, жіп, кәдімгі ине жіп керек, бізге қайшы керек, спицы керек, номер 3-ші, әсіресе мына жерлерін тоқуға келген кезде. Сол заттарыңызды дайындасаңыздар, онда бастайық. Жіпті алғаннан кейін былай айналдырамыз. Сөйтіп нештен шығарып аламыз. Бір ілмек кетті. Тағы осындай алтауын жасау керек. Алып жатып біз артық жіптерді арасына тығып жіберуге болады. Мына жіпті. Мына жер түсім. Қараңғы болып тұр. Жетеу болу керек та, сонда бас аяғы. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау. Жетеу болды. Енді тартып қойайық мынаны. Ақырын. Бұл біздің бірінші қатарымыз. Мына жерде бірінші ілмекке қосамыз. Мінекей. Екінші қатарға келдік. Мына жерден әр ұяшқа екі-екеуден болу керек. Сол артық жібімізді ортасына тоқып жіберсек болады. Міне біреу кетті. Екінші. Көрсетейін, мінекей. Мынау бірінші қатар болып тұр. Екіншісінде тоқып жатырмын. Жібім сондай не дейді, қаралау болғаннан кейін анық көрініп жатқан жоқ. Сіздерге былай түсіндіріп жатырмын. Екі жіппен болғаннан кейін тіпті сондай қарауды қимыл батыр. Мінекей. Мына ұяшықтар мына жерде көрініп тұр. Осыларға кіргізіп екі-екеуден тоқып шығып жатырмын. Әрқайсына осылай кіргізіп шығамыз.
Екінші қатар бітірдік. Енді мынаны қосамыз. Енді үшінші қатарды бір биіктігін алайын. Үшінші қатарда мына бірінші ұяшықта біреуін ғана тоқсақ, мына жерде бізде біреу болып саналады. Мына жерде бір болып саналады. Сонда келесі ұяшықта екеу болады. Екі ілмек аламыз. Келесінде біреу, одан кейінгісінде екеу. Біреу, екеу. Осылай айналдыра тоқып шығайық. Айналдырып келейік мына жерге дейін. Үшінші қатар. Мына жерде көрсетіп жіберейін, қалай қосу керек. Мына біздің бірінші қатарымыз. Аламыз, соны кіргіземіз де, кейін тартып іліп жібереміз. Биіктігін аламыз. Мына жерде енді үшінші қатарда біз екі ілмектен қалдырып отырамыз. Біреу, екі. Үшіншісіне келген кезде екі ілмектен алып отыру керек. Бір ілмек біреу болады. Екінші ұяшықта біреу болады. Үшіншісінде екеу болады. Осылай қайталана береді. Төртінші қатар. Биіктігін көтереміз. Бұл жерде енді үш ұяшықтан кейін ғана қосылатын болады. Біреу, екеу, үшіншісі. Міне үшіншісінде, міне төртіншісі дегенім. Төртіншісінде қосылып отырады. Біреу, екеу, үшеу. Төртіншісінде екі ілмектен алып отырады. Төртінші ұяшыққа келген кезде екі ілмек. Біреу, екеу, мына жерде міне үшіншісі, төртіншісінде қосылып отырады. Бір, екі, үш. Осылай қайталана береді. Келесі қатарда енді алдында біз үшеу тастайтынбыз, енді төртеуден қостым. Төртінші, бесінші ұяшықта қосамыз сонда. Бір, екі, үш, төрт. Енді келесі ұяшықта екеуден тоқсақ болады. Жер жібіміз тасып, келесі жіпті қосуға болады. Көрсетіп жіберейін, қалай қосуға болатын. Былай аламыз. Бір ұшын мына жаққа байлау керек болады.
жақсылап байладық. Мына ұшты мына жаққа байлаймыз. Кейін бір бөлек видео түсіріп қоюға болады. Кейін әнекей тарттық. Кейін аларды қырқып тастай саламын. Мына жерде біз қостық, екі ұяшыққа қостық. Шатастырып алдым. Бір, екі, үш, төрт, енді бесіншісіне келгенде қосамыз. Бір, екі, үш, төрт, бесінші ұяшыққа келдім. Міне бір ұяшыққа екі ілмектен қосып жатырмын. Осылай айналып келейік. Келесі қатар. Сіздерде сәл ақшылдау түс болса, жек көрінетін болады, қай жер қосылып жатқан. Қалындау және де қаралау түс болғаннан кейін аса көрініп тұрған жоқ. Егер осындай түспен тоқитын болсаңыздар, онда маркер бір нәрсе іліп қойсаңыздар болады. Өйткені көрінбейді. Енді келесі қатарда 6-шы ұяшыққа келген кезде ғана біз қосамыз. Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес, міне 6-сына келдік. Енді екі ілмек аламыз. Бір ұяшықтан екі ілмек тоқимыз. Қазір жақында тағы бір көрсетіп жіберейін. Міне бір ұяшыққа екеу. Осылай айналдырып келе берейік. 6-шы ұяшыққа келген кезде екеуден тоқылады. Енді біз 9-шы ұяшыққа келген кезде қосамыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, 8, міне 9-шысына келдік. Сөйтіп екі ілмекті тоқимыз. Осылай айналдыра тоқимыз. Тура осылай қайталана береді. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, 9. Өкінішті, мына жерде анық көрінбей тұрғаны. Көрсетейін. Неге? Осындай болып жатыр. Өстіп тоқып келейік мына жерге дейін. Бастаған жерімізге дейін. Келесі қатар
мінекей тағы бір көрсетіп жіберейін. Соңғы ілмекті саламыз да былай қосып жібереміз. Биіктігін біреуін аламыз. Келесі енді біз 12-ші ұяшқа келгенде 2 ілмектен алатын боламыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, міне 12-шісіне келдік. 2 қостық. Осылай санап 12-ші ұяшқа келгенде 2 ілмектен алып отырыңыздар. Мінекей мына жерде қостым. Яғни соңғы ұяшықта менде 2 тоқылды. Мен санағым бойынша сіздерде көріңіздер. Соңғысын мынаған қыстырамыз, яғни бізде бірінші тоққан ілмегімізге. Бұлай көрініп тұр. Биіктің қосып шықтым мына жерден. Енді қазір көрейін қанша сантиметр шыған төбесінен. 18. Енді келесі қатардан бастап қоспай, тек қана керекті ұзынды шығам дегенше тоқи береміз. Ешқандай ұяшыққа артық ілмек қоспаймыз. Қанша бар, сонша ұзын тоқып шығу керек. Міне барлығын айналдыра тоқып шықтым. 19 сантиметр шықты мына жерден. Қазір өлшеп көрсетейін. Басынан аламыз да мына жерге дейін. 18. Былай 19 негізінде. Міне ішке кіріп кеткен. 19 сантиметр. Енді мына носын қоя тұрамыз, мына жібін. Негізгі жіпті жалғастырамыз негізгі жіппен. Енді спицаға бізге өткізу керек барлығын. Ол үшін мына ілмекті қалдырамыз. Кейін мына ішкі жақтан алу керек болады бізге. Бергі бетінен емес, мына жерден емес, ішкі жағынан алып шығамыз. Қазір спицамен істеп көрейін. Мүмкін бірден спицамен шығу мүмкін. Лескадағы спица болсын, қайсы сіздерге ыңғайлы, сонымен тоқсаңыздар болады. Мына жерде сәл қараңғы отыр. Мен мына ішкі жағынан алып жатырмын мына жерден. Біз қазір ілмекпен былай тоқып жүрген едік қой, ал қазір былай алып жатырық ішкі жағынан. Былай алып кигізе бастаймыз барлық ілмектерді. Барлығын өткізіп алдым спицаға. Енді келесі қатарда біз қосамыз. Жерден. Теріс алып отырамыз бұл жерде. Өткізіп алайын. Деймізді бір ілмекті қосамыз. Тоқимыз. Екіншісінде тоқимыз. Кейін қосамыз. Тоқыдық. Айналдырдық жібімізді.
Сөйтіп қостық. Яғни 2 ілмектен кейін қосып отырамыз. Осы бір қатарды көрсетейін. Айналдырымда бер жағынан іліп отырмын. Ілдік. Қостым. Ілдім. Қостым. Ілдім. Осылай тоқып шығайық. Барлығын теріс алып отырамыз. Тек қана теріс алып отырамыз. Мына жерде тоқып болдым. Мына жерде қанша сантиметр маңызды емес. Сіздер керекті ұзындықты тоқи бересіздер. Мен қазір лескаға өткізім 60 сантиметрлік. Өткені басқа түске өтем. Негізгі жібім тосып қалды. Қасындағы қосымша жібін. Біз екеуін қосамыз. Және де бұл жіптен де қосымша ілмектер алатын боламыз. Бір ұшын былай байладым. Екінші ұшын алып, мына жерден байлаймын. Жібіміз, негізгі жібіміз әбден сөгіле бергеннен шашап қалды ол. Міне тартып алдық. Болды енді. Бірінші қатарды бірақ теріс алып отырамыз. Бірден қосып отырсақ та болады. Қазір негізгі жібім бітсін. Кейін ана жіппен қосқан кезде үшінші ілмекке келген кезде қосам деп ойлап отырмын. Өйткені көп қосуға да қажеті жоқ, кедергі жасайды. Үлкен болып кетеді. Көп тоқымаймыз. Өйткені қатты дөңкейіп кеткенде керек емес деп ойлаймын. Қосқанына іште қалу керек. Қайыр жіберетінде. Бұлай істейін. Кейін артық жіптен қақ жіберуге болады, немесе ішінде қалады. Аса маңызды емес. Үшеуін алдық. Сөйтіп қосып жатырмын. 1, 2, 3 қосымша жіп. Қосымша ілмек. Нақтырақ айтатын болсақ. 2, 3. 1, 2, 3. Міне қостым. Өстіп айналдыра қосып, содан кейін екінші қатардан бастап тоқи береміз. Ешқандай жіп қоспаймыз. Кейін оны жерде көп істеп қойдым мен. Ена жерде қосуым керек еді. Сөйлеп кеткеннен ұмытып кетіппін. Кешіріңіздер. Сіздерді шатастырып алмау үшін қайттан жөндеймін. 1, 2, 3. Кейін айтам қанша сантиметр шыққан барлығы.
түспен тоқып болдым енді. Ана 3 қатар тоққаннан кейін оң қылып тоқи бастадым, жеңірек, тезірек тоқу үшін. Мына жерде аса маңызды емес қалай тоқитыныңыз, өйткені бұл астында қалады. Келесі қатарда енді біз мына ілмектердің барлығын жабамыз. Екіншісін тоқыдық. Сөйтеміз да артқысын алға тастау арқылы осылай ілмектерді жабамыз. Осылай қайталап соңына дейін айналдырып бар ілмекті жауып шығамыз. Артқысын алға тастаймыз тоқып болғаннан кейін. Міне барлығын жауып шықтым ілмектерді. Енді ұзындығын көрсете салайын, мына жерден қанша болғанын. Егер тура мен размерімен тоқитын болсаңыздар. Мына жерден тартып қарайын. 14 сантиметр шықты. Енді бұларды қайырамыз. Мен мына жерден бір тігіп шыққым келіп жатыр. Бұлай айналдырмай тұрып, өйткені кір-машинада жуылатын болса, ана ішкі жағы қайырылып кедергі етпеу үшін. Бір қайырамыз. Системді. Негізі бұлай сай келеді. Сол үшін кішкене ғана тағы қайырылып жатыр. Сол қайырылған күйінде бұлай тіге берем. Осындай түсте, немесе басқа түсте, өйткені аса маңызды емес, ол ішінде қалып қояды. Міне жіптерінде тыққан жоқпын. Тағы жіптер бар, астында қалып қояды. Ол аса маңызды емес. Қайырып жүруге келмейді, сондықтан өзіміз қайырамыз. Тағы көріп жүрейін, қалай болатын. Олай жеткілікті болу керек. Шетен аламда осылай тіге беремін. Үлкен-үлкен қадаммен тіксе де болады. Міндетті түрде ұсақ-ұсақ істеудің қажеті жоқ. Қалай өзі қайырылып тұр, солай істеп жатырмын. Ең басы ара қашықтықтары бірдей болу керек. Мына жердегіні қарап отырайық. Міне үлкендеу қылып істеп жатырмын. Қатты тартып жібермейік. Бас киіміміздің несі тартылып қалмасын. Осындай үлкен-үлкен қадам ретінде тіге берем. Сирек көрініп тұр деп ойлаймын. Көзбен өлшенсеңіздер болады, егер сенбесеңіздер, әр сантиметрмен белгілеп алуға да болады. Осылай тігіп шығайық. Тігіп болдым, енді тағы екінші қайтару. Ішіне салып қойдым. Бас киім сәл тартылып, тігуге оңай болу үшін. Мына жерден сәл тартып тұрып киеміз, өйткені басқа келген кезде тартылып тұрады ғой. Тура сол жіппен ақырындап, енді үлкен қадаммен емес, кәдімгі тігіс болады. Майдалау қылып істеуге де болады. Ең бастысы жібіміз көрініп қалмау керек. Тартамыз. Енді әдемілеп қайырып отырамыз. Астынан аламыз, үстінен аламыз. Солай тігіліп отырады. Бас жағын көрсейін. Кейін арада өзіңіздер аяғына дейін тігесіздер. Мына жерден нені дейді ғой, сызық. Тоқыма жүрген
жерді белгілеп алыңыздар, қисық болып қалмау үшін. Осы қатардан сонда тігіліп отырады. Астынан алдым, кейін үстінен алам. Міне былай болады сонда. Көрініп жатқан жоқ. Шатастырып алмайық, міне киімсін. Осының бойымен келе жатыр мен. Егер сізде қайырылған үлкендеу болса, үлкендеу қаласаңыздар, әрине қадамдарында есептейсіздер, жоғарырақ аласыздар. Не томпиып шыға келді. Өстіп айналдырып, қазір мен тігіп шығайын. Кейін көрсетем қалай болған. Айналдырып тігіп шықтым. Мінекей мындай гүл іліп қойдым. Менің каналымда кіріп көрсеңіздер болады, гүл бар. Міне былай көрінеді. Осымен бітірдік бас киімді. Рахмет біздің каналға кіргендеріңізге. Сау болыңыздар.